Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 14 маусымға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар тоң жібіп, тірліктеріңіз алға жылжи бастайды. Дұрыс қадамдар жасасаңыздар, мансаптарыңыз жоғарылайды. Ақылмен дос болсаңыздар, адаспайсыздар. Торпақтар, қаржылық жағдайларыңыз жақсарады, алайда жақсы табыс көздеріңізді байламасын. Ақшаны ақылмен жаратыңыздар, дейді жұлдыздар. Алдағы күндері күтілмеген шығындар туындауы мүмкін. Егіздер, ең табысты күн деп айта алмаймыз. Бастамаларыңыз сіз күтпеген нәтиже беруі мүмкін. Жұлдыздар, бұл күні жұмысты ұмытып, өзіңізбен айналысуға кеңес береді. Шаяндардың ой тапқыштықтарына қызығуға болады, сондай-ақ ішкі түйсіктеріңіз көмекке келеді. Жұлдыздар, ішкі сезімдеріңізді мұқият тыңдауға кеңес береді. Дүкен аралап қалған заттарыңызды алсаңыздар, сәтті шығады. Арыстандар, соңғы уақытта талмай жасаған еңбектеріңіз өз нәтижесін береді, қаржылық жағдайларыңыз жақсарады. Жұлдыздар, өзіңізді күтіп, денсаулығыңызға да көңіл бөлуге кеңес береді. Бикештер, ертеректе бастаған істеріңіз абыроймен аяқталып, жаңа тиімді келісім шарттарға қол жеткізулеріңіз мүмкін. Қалтадағы қаржыға абай болыңыздар, дейді жұлдыздар. Таразылар, бас көтермей отырып жұмыс жасайтын күн. Сізді айыптайтындар, сыртыңыздан сөз айтып, жүйкеңізді түсіруге тырысатындар болады. Алайда сізді үлкен сәттілік күтіп тұр. Саршаяндар, сіздер бұл күнді жақындарыңызға арнауға міндеттісіздер. Ал жұмыс үшін алаңдамаңыздар. Сіз күтпеген тұстан табыс көзі ашылады. Мергендер, бұл күні жаңа білім үйреніп, үйіңіздегілермен араласып, достарыңызға қоңырау соғыңыздар. Сондай-ақ шын мәнісінде нені қалайтындықтарыңызды түсінуге тырысыңыздар. Тәуешкілер, бұл күні жаңа істерді бастаудың қажеті жоқ. Бірінші басталғандарын аяқтап алған абзал. Сіз үшін құндылығы қалмаған дүниелерге жабысудың да қажеті шамалы. Алдыңызда жарқын болашақ бар. Тек ескі ойлардан, заттардан құтыла біліңіздер. Суқұйғыштар, сіздер көп жағымсыз энергияларды жинап алдыңыздар. Жұлдыздар, тезірек олардан құтылуға кеңес береді. Медитациямен айналсыңыздар. Тым болмағанда жаяу серуенге шығу керек. Бірден жеңілдеп қаласыздар. Балықтар, күнді көңілді де жағымды өткізеді. Кешке үйдегі кейбір жандармен сөзге келіп қалуларыңыз мүмкін. Жұлдыздар, өзге адамдардың жанын түсініп, олардың қажеттіліктерін ескеру маңызды екендігін еске салады. 14 маусымға арналған жұлдыз жорамалы осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.